нәрестенің, кішкентай сәбилердің көзінің бұлшықтануын медицинада дакриоцистит деп атайды. Дакриоцистит деп көздің жас мұрын каналының тарылуынан немесе оның бітелуінен көздің жас қапшығының қабынуын айтамыз. Жас каналының бітелуі каналдың бойымен жастың ағып өтуіне кедергі келтіреді және сол жерде микробтардың жиналуына ықпал етеді. Содан жас қапшығында қабыну пайда болады. Оның екі түрлі себебі бар. Бірінші, жас ағып өтетін каналдың туа пайда болған бітелуі. Ол туылу кезінде жарақаттар болса, туылу сәтінде инфекция жұқтырып алса және уақытынан ерте шала туылған бала болса. Анасының құрсағында жатқан баланың жас каналын эпителий тіндері бітеп тұрады. Туылған сәтте алғашқы деммен сол эпителий тіні үзілуі керек, яғни жыртылып түсіп қалады. Ал өте сирек 7-10% балаларда сол жас каналы бітеулі күйінде қалып қояды. Содан баланың көзі туылғаннан соң 7-14 күннен бастап бұлшықтана бастайды. Ал екінші себеп жүре пайда болады, яғни туылғаннан кейін. Бұл тазалықтың дұрыс сақталмауы салдарынан инфекция түскен кезде және көзден жарақат алған кезде. Дакриоциститтің белгілері қандай болады? Бірінші, баладағы сәбидегі төменгі қабақтың және көздің ішкі бұрышының қызаруы және ісініп кетуі. Қабыну аймағында ауырсыну болады. Оны басқан кезде бала жылайды, мазасызданады. Көзден іріңді бөліністер, яғни бұлшықтар бөлінеді. Көзі жасаурай береді және кейде температурасы көтерілуі мүмкін. Оны қалай емдейміз? Ол үшін қайнаған сумен сүртуге болады, немесе фурацилин ерітіндісімен сүртуге болады. Бір кесеге бір таблетка фурацилинді салып ерітіп, сонымен сүртеміз. Көзді сүрткен кезде көздің сыртқы бұрышынан көздің ішкі бұрышына қарай, яғни мұрынға қарай тазартып әдемілеп сүртеміз. Іріңдіктердің барлығын алып тастаймыз. Одан кейін екінші, көз жас каналына массаж жасаймыз. Массажды әсіресе көзі бұлшықтанған 2 айға дейінгі балаларға жиі жасау өте маңызды. Себебі оларда көз жас каналы жетілу үстінде болады. Және олар көп ұйықтайтын болғандықтан көз жас бұлшықеттері аз жұмыс жасайды. Массаж жасау арқылы бұлшықтануды ешқандай операциясыз-ақ, хирургиялық араласусыз-ақ емдеуге болады. Егер өзіңіз массаж жасай алмасаңыз, қорқатын болсаңыз, басқа адамды көмекке шақырыңыз. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, массажды сұқ саусақпен мұрынның айналасынан, көздің ішкі бұрышынан жоғары төмен қарай ұрғылау әдісімен жасаймыз. Одан кейін үшінші, әртүрлі көзге арналған дезинфекциялық тамшыларды тамызу. Қазіргі кезде әртүрлі маздарды қолдану қауіпті болуы мүмкін деген болжамдар бар. Себебі вазелин сияқты майлар, маздар көздің айналасына жағылған жерге шаң тозаңдар жинайды. Осы айтылған қағиданы күніне 4-5 рет жасау керек және жасар алдында қолдың тазалығына, тырнақтың алынғандығына мән беру керек. Егер бұл процедуралар көмектеспей жатса, онда көзге зондирование жасауға болады. Бірақ бұған тек 3 айдан асқан балалар ғана алынады.